Сәлем досым, сенімен Сәлем кино. Менің видеоларымды 93,8% адам арнаға жазылмай қарайды екен. Егер саған қиындық тудырмаса, арнама жазылып кетсең екен. Бұл каналдың дамуына үлкен септігін тигізеді. Осылай шолуларды үзбей, барынша уақытлы салып отыруға тырысамын. Сенің қолдауың мен үшін өте маңызды. Ал ендеше шолумызды бастайық. Джейк атты жігіт бір затын іздеп жатыр. Ештеңе таппағандықтан досына қарай бет алады. Есігін қаққанымен ешкімде ашар емес. Осылай далаға шығып, бет алған жағына қарай кетеді. Басында бір түрлі ештеңе байқалмағанымен, сосын адамдардың мүлде жоқтығы көзге түседі. Магазинге кірсе, онда да ешкім жоқ екен. Жігіт керекті затын алып, ақшасын кассаға тастап кетуді шешеді. Қаланың басқа жағына өтсе де, ешкімді көрер емес. Паркке келіп, біраз ойланып, құстардың да жоқтығын аңғарады. Осылай бір орындыққа отырмақ болады. Бұл жерден бір жаман ес шығады. Орындықтың астын қараса, бір кісі қайтыс болып кеткен екен. Осылай 911-ге хабарласайын десе де, онысынан ештеңе шықпайды. Одан соң әкесіне хабарласып, амандығын білмек болады. Бірақ ол кісі де қоңырауды алар емес. Әбден уайымдаған жігіт үйіне жүгіріп барады. Әке шешесінің бөлмесіне кірсе, өте жаман иіс шығады. Ал төсектегі ата-анасы арғы өмірге кетіп қалған. Жігіт абдырап қарындасының бөлмесіне барады. Бірақ қыз бөлмесінде жоқ екен. Қыз аман болар деген оймен қонақ бөлмеге келсе, қарындасы да бұл өмірден өтіп кеткен екен. Джейк далаға жүгіріп шығып, түсім болса екен деп жылай бастайды. Осы кезде бір бала келіп, бұл сенің түсің емес дейді. Егер ұйықтаған болсаң, олар секілді сенде арғы өмірге аттанар едің деп айтады. Осылай 5 күн өтеді. Олар ұйықтамас үшін дәрілік зат қолданады. Одан соң бассейнге түсіп шомыла кетеді. Және олармен бірге тағы да 2 қыз болады. Осы уақыт ішінде олардың негізгі тамақтары ұйқысыздық әкелетін дәрі болды. Бірақ та ол дәрінің әсерінен қыздардың біреуі қуып кетеді. Олар не істерлерін білмейді. Бұл нәрсенің қалай пайда болғанын және қалай тірі қалуға болатын білгілері келеді. Бір кезде қыз айқайлай кетеді. Сөйтсе екінші қыз ұйықтап қалған екен. Оны қанша тұрғызғылар келгенімен оларынан ештеңе де шықпайды. Қыз енді дәрілердің көмектеспейтінін айтып айқай шығарады. Қайтыс болған қыздың бетін жауып жатқанда екінші қыз машинаға отырып кетіп қалады. Дәрі толған сөмкені де алып кеткен екен. Осылай жігіттер қыздың артынан түседі. Бірақ та Джейктің көлікті айдап бара жатып көзі ілініп кете береді. Бала оны тұрғызып жіберіп ручникті тартып қалады. Осылай өзі рөлге отырып қыздың артынан түседі. Джейктің тағы да ұйықтап бара жатқанын көріп аяғына отвертка тығып алады. Сәлден соң жігіт ұшып келе жатқан ұшақты байқайды. Ол қонып бара жатып дәл машинаға келіп соғады. Ол кісі 8 қаланы аралап тірі қалған жандарға дәрі таратқан екен. Біраз сөйлесіп, олар бір ауруханаға жол жүреді. Онда келсе тірі адамдар саны біршама екен. Элли деген қыз оларға система салып береді. Бұл ең мықты ұйқыға қарсы дәрі көрінеді. Қыз бұл адамдардың барлығы сол күні жұмыста болған, соның арқасында барлығы да тірі қалды дейді. Жігіт бұл мәңгілік ұйқының Колорадо штатында пайда болғанын айтады. Осылай қалалардың барлығына тарап, ұйықтаған адамдардың бәрі қайта тұрмаған көрінеді. Ең қызығы, барлық жерде мәңгілік ұйқы сағат түнгі 3-те басталған. Дәл уақытқа келер болса, сағат 3-тен 4 кеткен кезінде. Дәрігер бұл жерде 3-тен 6 кеткенде басталғанын айтады. Осылай уақыттың бәрін салыстырып, бастапқы өршіген жерді анықтамақ болады. Элли бұның бізге не көмегі бар деп сұрайды. Жігіт ештеңе дей алмағанымен, құр отқаннан бірдеңе істеген дұрыс деп санайды. Олар бірге батысқа қарай бет алулары керек. Медиктердің бірнешеуі олармен жолға шықпақ. Жас балада барғысы келгенімен Джейк оған қарсы болып бірге осында қалайық дейді. Медик оларға бірнеше күннен соң денелерің шыдамай қалады. Ең көп дегенде 10 күнге шыдайсыңдар, содан соң мәңгілік ұйқыға кетесіңдер дейді. Осы сөзден соң олар да бірге жолға шығады. Осымен бірінші серияның соңы. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп кет. Сенімен болған Сәлем кино.